Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге Бекзат. Бүгін мен осындай Рамазан айына, ораза айына керемет дастарханды жайдым және де сіздермен соны бөліскім келеді. Келіп жеткен Рамазан айы құтты болсын, оразаларыңыз қабыл болсын, ниеттеріңізді, дұғаларыңызды Алла қабыл етсін. Біздер ауыз ашарға қонақ шақырған кезде не дайындаймын, не пісірсем болады деп қатты ойланамыз. Сондықтан сіздерге осындай жеңіл тағамдарды ұсынғым келеді. Мен осындай греческий салатты әзірледім және де бұл салаттың толық рецептісін бөлек каналыма, YouTube каналыма салып қойдым. Қалай, не турау керек, описание бөліміне салдым. Сондықтан және де осындай керемет жеңіл радуга салатын салдым. Алдағы уақытта видеода көресіздер не дайындағанымды, сондықтан видеоны соңына дейін қарап шықсаңыздар болады. Және де менің жасаған рецептерім сізге ұнап жатса, лайк басып, комментария қалдырып, және де каналыма тіркеліп отырыңыздар. Видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Мінекей осындай жұп-жұмсақ бауырсақты да қалай әзірлеу керек екенін мен YouTube каналыма салып қойдым. Ауызда ерейтін жұп-жұмсақ бауырсақ. Және де менің әрбір рецептімді жіберіп алмаш үшін подписация бөлімін басып, және де қоңырауша бөлімін басып, всені таңдасаңыздар, менің әрбір салған рецептімді бірінші болып қарай аласыздар. Мінекей өте пайдалы салаттар шығып жатыр. Майонезбен де, майонезсіз де осындай жеңіл салаттарды жасасаңыздар болады. Ауыз аштырған адамның сауабы Алла өзім берем деген, сондықтан ауыз аштыруға асықсаңыздар болады. Мінекей ши бауырсағында өте жеңіл, қалай дайындалу керек екені барлығы менің YouTube каналымда бар. Мінекей сметанникті да дайындауға болады. Бұның да рецептісі өте оңай, сондықтан сіздер барлығын өз қолыңызбен жасап, қонақтарыңызды сондай қуантып, және де қолдан піскен тағамдарды сүйсініп жейді. Сондықтан барлығын қолдан пісіруге тырыссаңыздар болады. Өте керемет, жұп-жұмсақ, шаймен өте үлкен кісілерге де, жастарға да өте керемет пирог түрі. Және де блинниді мінекей осындай жұп-жұмсақ және де көріп тұрғандай тесік-тесік қылып пісіруге болады. Бұны да YouTube каналымнан толық рецептісін таба аласыздар.